алып кет. Ақшаңды алмасаң қалтаңа салып кет. Қалтаңда болмаса комментте тұр екен. Бауырым, тезірек бонусты алып кет. Достар, бүгін біз Free Fire Қазақстанда жабылса не болатынын көретін боламыз. Free Fire Қазақстанда жабылса не болады? Бұл сұрақмен сіздер уже барлықтарыңыз ойланған шығарсыздар. Free Fire 100 миллион адам жазған ең атақты мобильный ойын. Бұл ойында 500 мыңнан астам қазақстандық ойыншылар жазып алған болатын. 500 мың қазақ ойнайды. Free Fire PUBG пен Fortnite'тан кейінгі 3-ші орында табыс табу орыннан алады. Ал біздің әр 500 мың қазақстандық 1,5 теңгеден донат жасаған дегенде, бізде әр барлық қазақтардан 750 миллион теңге кетеді. 750 миллион дегеніміз 127 миллион рубль, 128 миллион рубль. Ал 128 миллион рубль дегеніміз 1,962,000 доллар. Сонда бізде Free Fire 1,962,000 доллар бір жылдық табысынан айырылады. Бұл дегеніміз Free Fire'ға ойыншық. Өйткені ол Индонезия, Вьетнам, Ресей барлығымен салыстырғанда Қазақстан даже титтейде олардың донат жасаған ақшаларына в общем жақындай алмайды. Сондықтан Гаренаға бұл ақшалар тіпті ойыншықтың ойыншығы деп айтсақ та болады. Барлық орыс ютуберлерінің 20% қазақстандық ойыншылар көреді. Қазақстанның 20% бізде Азам, Жапка, Смайл сияқты ютуберлерді көреді. Ал ол дегеніміз 20% көрермендерден олар айырылады деген сөз. Өйткені Free Fire'ды көрудің мәні жоғалады. Егер оларда актив болмаса, әрине олар видео сүрмейді, сондықтан олардың ақшасы да азаяды. Сондықтан YouTubeға тиер зардап өте қатты. Және де Қазақстандағы Free Fire, жаңа Free Fire, мысалға мен сияқты, және тағы да басқа Free Fire'истер сияқты, олардың барлығы да YouTube'ты тастайды. Немесе барлық қазақ ютуберлері, барлық Free Fire ютуберлері жаңа ойын Rules of Survival ойынына көшеді. Осы ойын Қазақстанда ең атақты ойындардың бірі болып кетеді. Өз басым Free Fire ойынның жабылғанына өте қатты қарсымын. Себебі бұл ойын ешқандай экстремизм, терроризм, ешқандай жаман нәрселерді таратпайды. Бұл ойын жай, просто ойын қатарына кіретін ойын. Ешқандай Clash of Clans ондай ойындардан айырмашылығы жоқ, дәл ойнайтын ойын. Сондықтан уақыт өткізуге жақсы ойын. Ал егер сіздер Free Fire'дың жабылғанын қаламасаңыздар, тап қазір видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Сол кезде Free Fire ешқашан жабылмайды. Ал ендеше достар, сіздермен бірге болған мен Қоянбаев. Сәттілік.